Маңғыстау облысындағы Қызылтөбе лицейінің оқушылары жазғы демалысын цифрлық құрылғылармен танысуға арнаған. Мәселен, физика пәні сыныбында балалар бейнекамераны маркерге бағыттау арқылы іште жанатын қозғалтқыш жұмысын бастан аяқ монитордан көре алады. Яғни мұнда теория мен тәжірибе сағаттары қатар жүреді. Ал география бойынша сандық үлгідегі көзілдірік көмегімен әлем елдеріне виртуалды саяхат жасалады. Инновациялық технологиялар оқушылардың білімге қызығушылығын арттырып, ұстаздар жұмысын жеңілдете түскен. Тілшіміз Талғат Исламұлының репортажында толығырақ. Оқушылар бүгінгі сабақтың тақырыбы 4 тактілі іштен жанатын қозғалтқыш. Қызылтөбе лицейіндегі физика пәні сыныбының өзгелерден үш ерекшелігі бар. Оқушылар веб-камераны маркермен бағыттау арқылы түрлі механизмдерді 360 градуста аударып төңкеріп, олардың жұмысын барлық қырынан қарай алады. Цифрлық құрал баланың күрделі пәнді жеңіл игеруіне жол ашқан. Сондай-ақ сынып сандық үлгідегі зертханамен қамтылған. Мұнда көзбен көріп қолмен ұстауға болмайтын физикалық үдерістерді зерттеу жұмыстары жасалады. Желдің жылдамдығын анықтай алады. Өтіп баратқан автомобильдің де жылдамдығын анықтай алады. Теңіз толқынының жылдамдығын анықтай алады. Мінекей осындай үлкен қондырғы бізге оқушыларымыздың ғылыми жұмыспен айналысуға, ғылымға деген қызығушылығы артып, басым көпшілік қазір жазғы демалыс уақытында ғылыми жұмыстармен айналысу үшін осы цифрлық физика кабинетіне келіп, шұғылданып, әртүрлі зерттеу жұмыстарын жүргізіп отыр. Үшінші ерекшелігіміз бұл планшетті суретке бағыттай отырып, түрлі қозғалыстарды көре алу мүмкіндігі. Мөлдір, не көріп тұрсың қазір? Мен мекке қаласының әлі бір үстінде тұрғандай. Ал мынау география сыныбы алдымен смартфонға арнайы қолтаңба жүктеліп алынады. Қолтаңбаны баптау бөлімінен ұялы телефонға сәйкес келетін цифрлы көзілдірік таңдалады. Мұнан соң ұялы байланыс құралы көзілдірікке орнатылады. Одан әрі оқушы танысуды қалаған елдегі кез келген қаланың көрнекті орындарына виртуалды саяхат жасалады. Араб, түрік және ағылшын тілдерінде ғана баптауға болатын құрылғыны лицей оқушылары еркін қолданады. Жаңа мен Мекке қаласында саяхатта болдым. Ол өте әсерлі болды, маған қатты ұнады. Мен дәл бір Меккенің төбесіне қарап тұрғандай болдым. Жақыннан да, алыстан да қарай алдым. Жалпы география пәні менің қызығып оқитын сүйікті пәндерімнің бірі. Мен осы жазғы демалысымды бос өткізбеу үшін ғылыми жоба мен айналысуды шешкен болатынмын, яғни туризм бағыты бойынша. Яғни елдердің туризмін зерттегім келді. Менің жалпы болашақтағы таңдап отырған мамандығым да туризм бағытында. Қос сыныптағы цифрлық құрылғыларды лицейдің 2010 жылғы түлектері тарту еткен. Сандық үлгідегі оқу құралы қазақ тілі және әдебиеті кабинетінде де бар. Мұнда балалар сабақ тақырыбына сай қазақ киноларын тамашалайды. Іргелі білім ортасында бүтіндей цифрлық ақпарат алаңы жасақталған. Мұнда Маңғыстаудың тарихы, жеті қайқысы мен батырлар туралы деректерді смартфон көмегімен оқып, оның жадына сақтап алуға болады. Балалар, бұл жәдігер сандық ішінде не бар деп ойлайсыздар? Сандықтың ішінде процессор бар деп ойлаймын. Өте дұрыс жауап. Лицейдің кез келген оқушысы немесе ұстазы өзі жинаған тың ақпаратты келіп, осындай жүктейтін болса, ақпаратымыз одан әрі қарай нығая түседі. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.